Сәлем менің оқырмандарым. Баршаңада қайырлы күн. Мен бүгінгі видеода миома, киста, жалпы жатырға қатысты ауруларды немен емдеуге болады, сол жөнінде айтқым келеді. Менің осы блогымда қыздар, әйел адамдар, яғни өте көп жатырларында проблема болып жатқанын айтады. Яғни біреулері маткасында алдырып тастағанын айтып жатады, біреулер өте қатты сол мысалы қышу болатынын айтады, қанша жерден емделсе де жазыла алмай жүргенін айтады. Әрине, миоманың, кистаның, жалпы женскийдегі аурудың барлығында негізгі причинасы бұл өзге ер адамдарға, өзге емес, біріншіден өзінің күйеуіне ренжуі мүмкін, немесе бұрын әкесіне қалған өкпе реніштен болады. Дегенмен де осы жатырда білетін болсаңыздар, ең үлкен чакра сол жерде жатыр. Яғни бүкіл айтады ғой, шығармашылық чакра дейді, сол жерде жатыр. Яғни энергия жатыр. Бізде неге адамдар үлкен дәрежеге жетіп, сондай бір жақсы бір жаңағы аурудан арылып, дені сау болып, шығармашылықпен айналысып, салауатты өмір сүріп кетпейді. Себебі энергия сол төменгі деңгейде қалып қояды. Яғни жатырдың айналасындағы энергия ол жоғарыға көтерілу керек. Яғни адамда 7 чакра деген сөз, ол 7 беткен қарап отырсаң 7 қабат бар. Сол төмендегі энергия, жиналған энергия сол жоғарыға көтерілу керек. Өкінішке орай, егер де сіздің жатырыңыз ауыратын болса, демек сол жерде энергия өкпе реніш болып жиналып жатыр деген сөз. Енді әрине, өкпе ренішті өзгелерді кешіру арқылы кетіреміз. Бұл біздің психологиялық, бізді психологиялық жағынан емдейді. Ал енді физиология, яғни физиология деп отқанымыз бұл тән. Енді біз тәнді қалай емдейміз? Мен енді осы орайда менен кеңес сұраған қыздарға осы рухани жаңағы психологиялық біліммен қоса осындай бір өнімдер туралы айтқым келіп тұр. Яғни мен сіздерге Қытай Тибет медицинасының негізінде жасалған Вишмл деген компанияның осындай керемет әйел адамдарға арналған, яғни интим гель дейді, немесе бұны чудо гель дейді, осындай гельдерін айтқым келеді. Яғни бұл гельдер дайын, арнайы тек жатырға сала қоятындай қылып дайындалып берілген. Міне мынау несі жаңағы шприц сияқты дайындалған, кәдімгі осындай, міне қарап отырсаңыздар, ішінде шприц сияқты. Осы шприцті жатырға қолданамыз. Яғни бұл гельдің ішінде күміс қосылған. Өздеріңіз білесіздер, біздің ата-бабамыз баяғы кезде қолында күміс білезігі бар. Әйел адамның қолынан ғана шай ішкен. Сол адамның қолынан ғана дәм татқан. Бұл нені білдіреді? Яғни күміс бізде көзге көрінбейтін. Егер де менің осы блогымдағы видеоларды қараған болсаңыздар, мен үнемі осыны айтамын. Яғни біздің сыртымызда биополиямыз болады. Осы биополияның бізде маңызы зор. Яғни біздің биополиямыз таза болу керек. Міне сол биополияны тазартып тұратын бірден бір керемет жаңағы металл бұл күміс екен. Міне, сол сияқты осы гельдің ішіне күміс қосылған. Өзінің мынандай арнайы қақпағы бар. Сол қақпағын ашып, салып, мысалы біреулер болады, енді басында жартысын қолданады, жартысын қолданса қақпағын жауып қайтадан салып қоюға болады. Негізінде толық біреуін қолданған жақсы. Міне олар арнайы осындай коробканың ішінде келеді. Осы коробканың ішінде 10-ы бар. Бірінші 10-ын толық бір курс қылып алады. Яғни бұл сіздің жатырыңызды толықтай тазалайды. Яғни 10-ы бір курс, 10-ы тазалайды. Енді клетка тазаланып болғаннан кейін, жатыр тазаланды, клетка тазаланды. Клетка тазаланғаннан кейін ол тазаланған жерді қанықтыру деген бар. Мысалы біз үйімізді ремонттайтын кезде бірінші үйдегі бүкіл бұрынғы ескі сылақты, немесе ескі бетіндегі обойлардың барлығында түсіріп аламыз. Содан кейін барып біздер жаңа нәрселерімізді содан кейін барып жағамыз. Шпаклевка болсын, басқа да нәрселердің барлығын содан кейін барып тазалап алып жағамыз. Яғни бірінші мына гель деп отқанымыз бірінші бұл тазалады.
сол жерді сыпырып тазалап реттеді. Енді сол жерді ары қарай әрлеу керек. Яғни тазарған клетканы ары қарай қанықтыру деген бар. Міне сол қанықтыру барысында осы қасында чудо капсула деген бар. Мынау балықтың майын ішіп көрсеңіздер, мындай сары өзі бір капсула. Осы капсуланы бұл қолданады ары қарай. Яғни бұл капсула деп отқанымыз сол тазаланған жерді ары қарай қанықтыратын нәрсе. Міне, осындай керемет өнімдер бар. Жалпы бұл өнімдер бізге энергия береді. Яғни жатырда тұрып қалған энергиялар, қозғалмай қалған энергияны қозғайды. Бұны қолданғаннан кейін өздеріңіз сезінесіздер, адамдарда бір жеңілдік пайда болады, жасару пайда болады. Мысалы, мына капсула бұл май, яғни 16 түрлі шөптен жасалынған 656 инфекцияны өлтіреді. Енді мына капсула, яғни бұл капсуланың құрамында мына маралдың мүйізінің майы бар. Салғаннан кейін өте жақсы әсер береді, бір иісі күшті болып шығып, күнімен бір керемет болып жүресің. Өзіңде бір энергияның көтерілген байқайсың, сезінесің. Сенің даже көңіл күйіңе де күшті әсер ететін болады. Енді бұл капсуланы, яғни мына гельді біз әрқайсын бір күн салып қолданған болсақ, мына бір капсуланың бір рет салған эффектісі ол 3 күн бойы жұмыс жасайды. Яғни мына қораптың ішінде мынандай капсула екінші бөлек салынып тұрады. Осындай 10 капсуласы, яғни сізге 30 күнге жетеді деген сөз. Сонымен қоса, бұны егерде геморройы бар адамдар болатын болса, мына сыртқы тесік бар ғой, жаңағы ректальный деп айтады ғой, тікішек дейміз, немесе тоқ ішек дейміз, сол артқы ішектен салу керек. Артқы ішектен салатын болса, сіздің геморройыңызды өте керемет реттейді. Әсіресе іші қатып қалған, запор болып жүрген адамдар болатын болса, жақсы емдейді. Енді осы орайда қазір кезде мен бір жақсы жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Мен өзім осы бат деген нәрселерді сонау 2006 жылдардан бері қолданып келе жатырмын. Құдайға шүкір, мен бұның нәтижесін көріп, ешқандай да әйтеуір больницаға бармайсың, еш жеріңде ауырмайды, барлық уақытта да бойыңда күш-жігерің мықты. Сол күш-жігердің арқасында үлкен арман мақсаттарыңа кәдімгі қарыштап тұрып қадам басасың. Міне енді сол қазір біздің мына Қазақстанның Минздрав дейді ғой, денсаулық сақтау министрлігі адамдарға батты қолдануға рұқсат берген. Яғни біз қазір мына қолданып жүргеніміз бұлар бат деп аталады. Бұлар ешқандай да аптекада сатылмайды. Бұлар әдейі өзі сондай бір жұрттар қазір айтып отыр ғой, сетевой бизнес деп. Негізі сетевой бизнестен қашпау керек. Әр заманның өзінің өмір сүру стилі бар. Міне, алда келе жатыр, міне, сетевой бизнестің уақыты келе жатыр. Байқасаңыздар, айналаларыңызды қарап көрсеңіздер, сетевой бизнестен байыған адам өте көп. Яғни байыды деген сөз бұл нені білдіреді? Яғни сен ешкімнен ештеңе сұрамасаң, үкімет қашан жұмыс береді деп жүрмей, керісінше осы жаңа бизнесті мен үйренейінші деп алға талпынатын болсаңыз, сізде міндетті түрде жаңағы осы жұмысқа деген құлшыныс пайда болады. Оның ішіндегі өзегін мәнін түсіну керек. Бизнес деген сөзден қашуға болмайды. Бизнес деген бұл өзгеге қызмет ету. Ол ақша табу емес, қызмет ету. Біреулер ойлайды, яғни бұл пайда тауып жүр, осы бір нәрсені солай сатып жүр деп. Сіз олай шолақ ойламаңыз. Яғни бұндай нәрселердің пайдасы болғаннан кейін адам қолданады. Сіз қаласаңыз да қаламасаңыз да қазір бүкіл әлемде осы батты қолданады. Мысалы, алға дамыған Япония сияқты елді қарап отырсаңыздар, ол елдерде міндетті түрде бат қолданады. Міне, сол батты қолданыңыздар. Егер де сізге осы өнім керек болса,
емделемін дейтін болсаңыздар, мен осы жерге телефон номерімді қалдырамын, сол телефон номерге хабарласыңыздар. Мен сіздерге почта арқылы салып жіберетін боламын. Немесе сіздің қалаңызда осы компаниялардың орталықтары болатын болса, сол жердің адресін беретін боламын. Сондықтан да ешқандай да тек ауырдым деп жүре бермей, осы басқаша бір әрекет жасап көріңіздер. Бұл гель сізге көмектесетініне мен кепілдік беремін. Егер де сіз дұрыс қолдансаңыз, ол сізге міндетті түрде көмектеседі. Бұл жалпы безоперационка деп аталады. Яғни сіз қазір миома, кистаға мысалы операция жасатамын деп отырған болсаңыз, сізді без операция кетіреді. Операцияға бармаңыз. Бізге әу баста қазақ айтып қойған өзімізде, пышаққа түспе деп. Сол пышаққа түспеуге тырысу керек. Ал менің блогымды тыңдап, осы ақыл кеңесіме құлақ қойғаның үшін сізге көп-көп рахмет. Маған тіркеліп қойыңыздар, бір-бірімізбен танысып, ары қарай байланысымызды жалғастыра берейік. Міндетті түрде лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болатын болса, қайта-қайта сұрауға толық мүмкіндік бар. Мен сіздерге жауап беруге әрқашанда дайынмын.